Түйсіктерін адастырып текелдің, шын ғашықтар қосылмайды деген кім? Шын ғашықтар бола алады бақытты, қош жолындай ұйқасы егер өлеңнің деп жырлаған. Қазақтың қостарын егері, үлгілі отбасы бола білген. Айтыскер ақын Ербол Қамбатыров пен ақын жазушы Үміт Битеновамен бүгін кездесу өтеді. Ынтымағы жарасқан отбасы деп аталатын кездесу Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен облыстық Шоқан Уәлиханов атындағы әмбебап кітапханада болады. Талас ауданы Үшарал деген ауылда туып өстім. Кіндік қаным Меркіде тамған. Құлан өңірі, Меркі өңірі менің ата-бабаларымның мекені. Менің кәсіби мамандығым мұғалім, Шымкенттің педагогикалық институтының филология факультетін қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімімін және шет тілдер пәнінің мұғалімін, ағылшын тілі пәнінің мұғалімін, мамандығым. Кейінірек заңгерлікті оқып алдым. Мен үшін отбасы деген ештеңемен тең келмейтін, таразыға салынбайтын бірақ ұғым. Өйткені мен сол отбасым үшін, алдымен отбасым үшін қызмет етемін деп, тіпті бойымдағы өнерімді де, дарынымды да деймін ба, Құдай берген қасиеттерімді де көп жылдарға дейін тұншықтыруыма себеп болды отбасым. Ең алғашқы табысым әрине есімде. Мен Ильич атындағы орта мектеп деп аталады, қазіргі Қызылауыт орта мектебінде жаңадан қызыл дипломмен барып алғашқы бір жыл сол ауылда қызмет еттім. Қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі болдым. Сосын ағылшын тілі пәнінен сабақ бердім. 36 сағатпен жұмыс істедім. Өйткені сондай әлгі қажетті мамандық иесі болдымдағы, солардың шақыртумен барған ғой сол жерге. Сөйтіп таңертеңнен кешке дейін, өз екісімен екі кез ауысымда оқитын мектеп оқушылар ғой. Таңертеңнен кешке дейін сабақ беретімін. Оның арасында әлгі алғашқы әскери дайындық деген пәннің қыздарға берілетін бөлімін сандружина деп аталады, сол сабақты да бердім. Әскери тәртіпті үйрететін. Сөйттім де 36 сағатпен дейді, ол апталық жүктеменің ең жоғарғы деңгейі. Сол кезде енді мен мысалы салыстырмалы түрде айтсам, менің көп жылғы тәжірибесі бар. Анам аурухананың аспазы болып қызмет етіп жұмыс істеп жүрген кезінде, сол кезде ол кісі 59 сом, 60 сом айлық алатын. Сом ғой ол кезде, рубльмен. Мен сол кезде алғашқы айлығым 245 мың. Өз қолыма алғаным қомақты. Одан кейін кеміген емес, жоғарламаса. Шығармашылыққа бүгін келейін, ертең барайын деген жоқпын. Мен енді жаңада айтып жатырмын, тікелей мамандығым қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, одан кейін психология, жеке психологтық курстардан да өттім. Сондықтан бірнеше мамандық иесі болғаннан кейін міндетті түрде бойымда о бастан мектеп оқушысы кезімнен мерзімді басылымдарға, газет журналдарға мақалалар, кішкентай этюд шығармалар жазып тұратынмын, статьялар дейміз. Сондықтан қосымша тілшілік қызмет атқарып жүрдім. Кейбір Қазақстан пионері деген газеттердің мысалы штаттан тілшісі атанып жүрдік, мысалы Балдырған журналдарының. Сөйтіп жүріп жинақталып қалған қаламгерлік қасиеттерім қордалана келіп, ол жарыққа өлеңдер болып шыға бастады. Мен неше жыл жаңағы ширек ғасырға жуық мектепте мұғалім болып ұстаздық етсем де, газет журнал арқылы мені халқым ақын ретінде таныды. Алғашқы жазған өлеңім мектепке барар алдындағы 6 жас кезінде, ол кезде әкем жаңадан
қайтыс болған уақыттар еді, жүрегімнің жаралы кезі. Сол кезде шығарған өлеңім: папам менің суретші, салып ет талай суретті, әкесіндей болсын деп анам маған үйретті деп келетін 4 жыл шумақтар, сөздер болатын. Менде мүмкіндігінше бос уақыт жоқ. Бірақ әлгі өзімнің өлеңімде айтқандағыдай миымдағы молекулаларымды тынышталдыру үшін, ерсілі қарсылы эмоцияларды сәл демалдыру үшін, басымды тынықтыру үшін кейде теледидар көретінім бар, ақпараттарды көремін. Енді ақпараттар ол міндетті түрде, ал одан бөлек мүмкіндігінше көпшілікпен сұхбаттасқанды, араласқанды, көптің ортасында болған жақсы көремін. Өмірлік ұстанымым тек қана адалдық, кіршіксіз тазалық, сосын жан-жағымдағы жаман болсын, әлгі кемшілігі бар болсын, жақсы болсын дейміз ғой, кемшілігі жоқ болсын, жалпы адамдардың бәрін жақсы көру. Үлкенді, кішіні. Білгенім 1-9, білмегенім 1-9 дейді. Сондықтан мен көп нәрсеге жеттім деп қол жеткіздім деп ойламаймын. Сондықтан анау айтқандай жетістіктерім жоқ. Бала тәрбиесіндегі басты қағида: баланы отбасы тәрбиелейді. Отбасыдан кеткен кемшілікті одан кейінгі балабақша, мектеп, білім ордалары ешқайсы жөндеп бере алмайды. Сондықтан баланы еркін өсіру керек деген қағидам бар. Бірақ еркін сітпеу керек. Еркін өсіру керек, еркін сітпеу керек. Әйел адамның бойындағы басты қасиет ол әйелдік қылық дер едім. Орысша женственность деп атамыз ғой енді. Жасандылық емес, бірақ шынайы ер азаматтың қабағына қарай білу, ана болу қасиеттерінен бөлек әйел адам өзінің әйел екенін ұмытпау керек. Таразды біздің шығыс шайырларынан артық суреттеу мүмкін емес шығар. Сондықтан ең бірінші қасиеті Тараз мөп-мөлдір көздердің қарасы ұялаған арулардың мекені. Тараз біздің хандығымыз өмірге келген деп айтайық. Тарихымыздың темір қазығы, елбасымыз айтқандай. Және Тараз, сүйікті Тараз, менің сүйікті Таразым, менің туған өмірім, аймағым.